Саламатсыздар, құрметті оқырмандар. Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана филиалының меңгерушісі Махмутова Анар Жамантайқызы боламын. Кітапханамыздағы Жас толқын поэзия клубымен бірлесе отырып, ұлы жеңістің 75 жылдығына арналған ерлік жырын жырлаймыз атты поэзиялық марафонымызды бастаймыз. Биыл қазақтың маңдайына біткен батыры, қаламгер жазушы Ардазамат Бауыржан Момышұлының туғанына 110 жыл толады. Осыған орай Қасым Аманжоловтың Бауыржанға атты өлең жолдарын қабыл алыңыздар. Бір дауыл сапырды кеп өрт теңізін, теңселтіп темір топан дүние жүзін, бетіне туған жердің өшпестей ғып, ер жазды өз қанымен жүрген ізін. Нақ сол кез естіді мен ерді бірін, атағы атын алып келді бұрын, үстінде туған елдің тұрды толқып, Бауыржан Момышұлы деген бірін. Ақынның ақ сұңқардай жүрегі бар, алқындым бір көруге болып құмар, көктемде күркіреген күн даусын жер естіп желкілдеген гүл ынтызар. Қан майдан қаталатып шөлдегенде кез болдым жалтылдаған екі көлге, көл емес көздері ғой Бауыржанның, елестеп мың көрінер бір көргенге. Бойы бар бізден гөрі биігірек, тіп-тік боп абыройын тұрған тіреп, топ жара көрінсе де екі иығы, туған ел жаратыпты оны ірірек. Ойы бар бірде дауыл, бірде жалын, теңіздей тебіренткен терең жанын, алғандай бойға жиып бар қуатын кешегі өзі кешкен уақиғаның. Кейде ол көк семсерлі генералдай, кейде ол күй көңілді ақын жандай. Өмірдің ол шетімен бұл шетіне өрісі өрен ойдың тартылғандай. Ойы бар қиялының қанатында адаспас, апарып бір салсаң тыңға, бір дәурен ойнап күліп отырғаны жалтылдап екі көрсі қалсалдында. Батырым, Бауыржаным дейді халқым, алыбыш ақын жүрек, ердің даңқың, келешек келе жатыр көремін деп, тік басып туған жерде жүрген қалпың. Ағамыз атағына асқар таутең, жау келсе жау бүйректей, етер жәукім, емендей ерегісер сұрапылмен, басымен бұлтты жайпап біздің баукен. Осы поэзиялық марафонымды Мұхтар Әуезов атындағы кітапхананың жас кітапханашысы, Жас толқын поэзия клубының жетекшісі Айтбаева Айдана Қайратқызына жолдаймын.